Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін сіздермен өтілетін грамматикалық тақырыбымыз жіктеу есімдіктері. Жалпы жіктеу есімдіктері олардың жасалуы туралы, есімдіктер және олардың септелуі туралы бүгін сіздермен жан-жақты талдайтын боламыз. Бірінші, есімдіктер дегеніміз не? Соны еске түсіріп бір қайталап алайық. Есімдіктер заттың атын, сынын, санын, олардың аттарын білдірмейтін, бірақ зат есімнің, сын есімнің, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөз табы екенін баршаңыз білесіздер. Есімдіктер белгілі бір түсінікті я ойды жалпылама түрде мегзеу арқылы білдіреді. Есімдіктердің нақты мағыналары өздерінен бұрын айтылған сөйлемге немесе жалпы сөйлеу аңғарына қарай айқындалады. Есімдіктер мағынасына қарай екіге бөлінеді. Бірінші, жіктеу есімдігі, екінші, сілтеу есімдігі, үшінші, сұрау есімдігі, төртінші, өздік есімдік, бесінші, жалпылау есімдігі, алтыншы, болымсыздық есімдік, жетінші, белгісіздік есімдік. Жаңа айттық, есімдіктер жалпы зат есімнің, сын есімнің, сан есімнің орнына қолданылатын сөздер дедіге. Есімдік құрамына қарай дара есімдік және күрделі есімдік болып екіге бөлінеді. Дара есімдік бір ғана сөзден жасалады, ол негізгі есімдік түбір сөздер. Мысалы, мен, бұл, қалай, кім, бәрі, бүтін, барлық. Ал туынды есімдіктер түбір мен жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, анадай, сұңқардайын, бұрынғыша, осылай тағы басқа сөздер арқылы. Күрделі есімдік бірнеше сөзден болып, барлығы бір ғана сұраққа жауап береді. Бұл күрделі есімдік сөздердің бірігу арқылы және қосарлану арқылы жасалады екен. Біріккен сөзді әлдекім, кейбіреу, ешкім. Қос сөзді өзді-өзі, кейде. Жіктеу есімдігі үш жақта келеді. Адам есімдерінің орнына қолданылады. Мысалы, жекеше бірінші жақ мен, екінші жақ сен, сыпайы түрі сіз, үшінші жақ ол. Көпше түрі бірінші жақ біздер, екінші жақ сендер, сыпайы түрі сіздер, үшінші жақ олар. Есімдіктер жалғауларды қабылдамайды. Есімдіктердің қазақ тілінде де, орыс тілінде де өзіне тән грамматикалық категориялары жоқ. Олардың басқа сөз таптарынан басты айырмашылығы да осы. Есімдіктер заттың, сынның, санның атын білдірмейді, бірақ сол сөз таптарының орнына жұмсалады. Олардың мағыналары тек контекстке байланысты айқындалады. Осы қазақ тілінде де, орыс тілінде де есімдіктер морфологиялық жағынан есімдер сияқты түрленеді. Бірақ өздеріне тән ерекшеліктері болады. Мысалы, субстантивтенген есімдіктер зат есімдер сияқты көптеліп те, тәуелденіп те, септеліп те, жіктеліп те қолданылса, атрибутивтік есімдіктер сын есімдер ретінде қолданылған жағдайда грамматикалық жағынан түрленбейді. Жаңа басында біз айттық, осы есімдіктердің септелу барысында өзіндік ерекшеліктеріне тоқталамыз дедік. Жіктеу, сілтеу есімдіктері септелгенде мынадай ерекшеліктерді байқауымызға болады. Ілік, табыс, шығыс септіктерінде түбірдегі L дыбысы N дыбыстары түсіп қалады. Екінші, жатыс септікте түбірдегі L дыбысы N дыбысына айналады. Көмектес септікте түбір мен қосымшаның арасында дәнекері пайда болады. Барыс септік жуанданып, L, N дыбыстары түсіп қалған түбірге жалғау ған түрінде жалғанады.
Қазақ тілінде жіктеу есімдіктерінің кейбір дауыссыз дыбыстары септелу барысында түсіп қалады. Біз білеміз, қазақ тілінде 7 септік бар, мысалы, атау септік мен, сен, ол. Ілік септік менің, сенің, оның. Барыс септік маған, саған, оған. Табыс септік мені, сені, оны. Жатыс септік менде, сенде, онда. Шығыс септік менен, сенен, онан. Көмектес септік менімен, сенімен, онымен. Қазақ тілінде жіктеу есімдіктерінің жіктелуінде де ерекшелік бар. Оларға жіктік жалғаудың барлық жақтарының қосымшалары қосыла бермейді. Жіктеу есімдіктеріне жалғанатын жақ жалғауларын есімдіктерден болған баяндауыштың қабаттасып келген плеонастикалық көріністермен байланыстыруға болады. Өйткені жіктік жалғау, жіктеу есімдіктері баяндауыш қызметінде жұмсалғанда, бастауыштың жақтық мағынасына қарамастан, баяндауыштың жақтық мағынасына қарай жалғанады. Біз осы сабағымызда жіктеу есімдіктерінің септелу барысында дауысты дыбыстардың өзгерісі, міне осыған жан-жақты тоқталдық. Жалпы бүгінгі назарларыңызға рахмет.